Кеме өндірісі. Кеме өндірісі Қазақстанның батыс бөлігі Орал қаласында орналасқан. КСР уақытынан қалған зауыт кеме өндірісіне айналды. Орал қаласының танылуына бірнеше себептер бар. Біріншіден, Орал өзені арқылы Каспий теңізіне тасымалдаудың жеңіл болуы. Екіншіден, білікті кадрлардың болуы. Яғни, Орал қаласында кеме саласына қажетті мамандар даярлайтын техникалық оқу орындары мен білім беру орталықтары бар. Бұл жоғары білікті мамандарды қажет ететін компаниялар үшін таптырмас мүмкіндік болып табылады. Үшіншіден, мемлекеттік қолдау. Қазақстан үкіметі өңірге инвестиция тарту үшін Орал қаласына түрлі жеңілдіктер мен салықтық преференциялар ұсынған. Елімізде кеме өндірісінің дамуы әскери кемелердің де пайда болуына алып келді. Зауыт 1993 жылдан бастап 240 тоннаға жуық салмағы бар қайықтар мен кемелер шығарумен айналысуда. Қайықтар мен кемелер шығарудан бөлек, зауыт оларды техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жаңарту сынды мәселелермен айналысады. Зауыт келешекте мамандандырылған техникалық кемелер, яғни өрт сөндіру кемелері, іздестіру құтқару кемелері және тағы басқа кемелер жасаумен айналысуға мүмкіндігі бар. Қазақстанда 3 кеме өндіру орнын атап айтуға болады. Олар Зенит, Верх-Ерсай және кеме өндіру зауыты. Кеме өндіру зауыттары негізінен әскери кеме өндіруге бағытталған, себебі олар Каспий маңын қорғауда өте маңызды болып табылады. Қазақстан, Жапония, Қытай, Оңтүстік Корея сынды көшбасшы кеме өндіру елдермен салыстырғанда өте әлсіз дамыған. Дегенмен, Қазақстанның осы саланы дамытуға үлкен мүмкіншіліктері бар. Қазақстан балық аулау кемелерін, жолаушы кемелерін және әскери кемелер қоса алғанда кемелердің әртүрлі түрлерін шығарады. Алайда Қазақстан кемелер өндірісі ел экономикасының өте шағын бөлігін ғана алып жатыр. 2021 жылғы деректер бойынша Қазақстан ең ірі кеме өндіруші 20 елдің қатарына кірмейді. Алайда Қазақстан үкіметі Каспий теңізде теңіз индустриясын дамытуда өте үлкен қаржылай көмек көрсетуде. Қазақстан кемелері экспортталады. Қазақстан кемелерінің бас тұтынушылары олар Ресей, Иран және Орталық Азия елдері. Сонымен қатар Африка, Азия және Таяу шығыс елдері де Қазақстан кемелерін тұтынады. Алайда Қазақстан кеме экспорты бұл елдерге бағытталмаған. Қазіргі таңда Қазақстан кемелеріне инвесторлар жоқ. Алайда Зенит зауыты мемлекеттік тапсырыстар және ол мемлекеттен әртүрлі көмектер алады.